Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы уақытты анықтау. Сендер бүгінгі сабақта сағаттың көмегімен уақытты анықтауды үйренесіңдер. Енді сабағымызды бастайық. Сағат уақыттың өлшем бірлігі және уақытты көрсететін құрал. Есепті шығарған кезде сағат сөзін қысқартып, сағ деп жазамыз. Осыны естен шығармайық. Енді уақытқа байланысты есептерді шығарып үйренейік. Біздің бірінші есебіміз. Достар киноға барды. Фильм күндізгі сағат 4-те басталды да 1 сағатқа созылды. Достар кинодан сағат нешеде шықты? Ол үшін біз 4-ке 1-ді қосамыз. Жауабы 5. Яғни достар кинодан 5-те шығады екен. Келесі тапсырмамыз. Балалар аулада 2 сағат ойнады. Олар сағат 12-де ойынды аяқтап, үйлеріне қайтты. Балалар ойынды сағат нешеде бастады? Ол үшін біз 12 сағаттан 2 сағатта алып тастаймыз. Сол кезде жауабы 10 шығады, яғни балалар сағат 10-да ойынды аяқтап бастапты. Келесі үшінші тапсырмамыз. Мектепте сабақ сағат 8-де басталып, сағат 12-де аяқталды. Бірінші сынып оқушылар мектепте бір күнде неше сағат оқиды екен? Ол үшін біз 12 сағаттан 8 сағатта азайтып тастаймыз. Жауабы 4 сағат, яғни бірінші сынып балалары 4 сағат оқиды екен. Келесі соңғы тапсырмамыз. Диана үй тапсырмасын күндізгі сағат 3-тен бастап орындап, 1 сағаттан кейін бітті. Диана үй тапсырмасын сағат нешеде орындап бітірді? Ол үшін 3-ке 1-ді қосамыз. Жауабы 4 болады. Яғни Диана үй тапсырмасын 4 сағатта бітіріпті. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңдар.